Hazreti Ali айтат, біреу сенің адамгершілігіңе жамандық жасаса, оны кешір дейді. Ал бірақ сол адам отанына, халқына жамандық жасаса, ондай адамды кешірмеңдер дейді. Қараңыз, адам адамға қателік жасайды, адам адамға жамандық жасайды. Пенде ғой ол. Шайтан бар ғой бізде. Оны бірақ кешір дейді. Кешір дейді оны. Алла үшін кешіре біл. Бірақ отанына қиянат жасаса, халқына қиянат жасаса, арамызда жүрген мұсылмандар ата-анасына қиянат жасап, жүргой ағайын туысқанына қиянат жасап, қараңыз, ондай адамды кешірмеу керек дейді. Оларға кешірім бермеу керек дейді. Міне ағайындар, ата-анасын сыйламайтын, ата-анасына қарсы шыққан адамнан не қайыр? Ол бұл дүниеде ешқандай қайыр шықпайды ондай адамдар. Ал біздің арамызда жүр, өзінше сунна ұстап жүргендер. Бәлесі жоқ сүннет түгіл оның. Аяғын жумайтындардың сүннеті бола ма? Міне сондайлар жүр. Мына жаққа кірсең былғайды. Мына қандай ол халқына, қандай жамағатына, осындай үйіп, айрандай үйіп отырған халықтың арасына келіп іріткі салған адамды кешіруге бола ма? Болмайды ондай адамды кешіру. Мынау ар жақтан уағыз алып отыр. Қазір сыртта тұр. Іште отыр ғой арамызда, сыртта тұр. Тыңдап атқан жоқ олар уағызды. Жұмасы жұма болып жатқан жоқ. Маған басқа мешіттің жамағаттарынан уәж түсіп жатыр. Анау мешітте уағыз айтып тұрса, сыртқа келіп алып ана сунна ұстаушылар тұрат дейді. Әңгімені соғып, телефон қолдарында әңгіме, қолдарында сотовый. Біреу шай ішіп нан жеп отыр дейді. Ондай жұма бола ма, субханалла? Жұмаң кетті ғой сен. Міне фитнашылар, міне отанына, халқына арасында, жамағаттың арасында сап түзеп тұрған жамағатқа сызат түсірушілерді міне ондайлар кешірмеу керек. Олар отанына опасыздық жасаған адамдар. Міне арамызда жүр ағайындар. Көздерді ашып қарау керек. Сондықтан отан сіздің Алла тағаланың берген сізге нығметі, сіздің тұрақтайтын мекеніңіз, тұрақтайтын мекеніңізді таза ұстау, оған қиянат жасамау, сіздің борышыңыз, парызыңыз. Осы үшін ертең ақыретте жауап береді солар. Біздің қанша күнде энергиямызды құртады, қаншама күнде намазымызда әмин іштен айт десең, әдейіге айтады. Ертең ақыретке барғанда айтады, пәленше бергел дейді. Сен мешітке әминді айқайлап айту үшін бардың, сен Алланың разылығы үшін намаз оқуға барған жоқсың дейді. Не болады оны ақырет ертең? Не болады ертең оны ақырет? Міне ағайындар, күйініп айтамыз, ұрсып айтамыз кейде, жай сөзбен айтамыз, бауырым, жаным деп айтамыз. Міне осындай надандардан сақ болу керек ағайындар. Көзді ашу керек. Отан, мына ел, тыныштық, бейбітшілік, бұл біздің аманатымыз. Келешек ұрпақтың аманаты бұл. Ертең осылай кететін болса, келешек ұрпаққа қиянат жасайсың. Ақыретте қандай сауап аласың? Міне осыны ойлану керек. Ала инна ахсанал калам ва аблаған низам.